Мына қыз ішіп алып отельдің ішінде адасып жүріп морозильникте қайтыс болды. Бұл видеодағы 19 жасар Кеннака деген қыз. Сол күні достарымен бірге көңіл көтеруге Чикагодағы осы отельге барады. Басында барлығы жақсы болып, бөлмеде достардың бәрі ішіп, мәз болып отырғанда, Кеннака неге екені белгісіз бөлмеден бір өзі шығып кетеді. Бірақ бүкіл отельді аралап, өзімен өзі осылай жүре береді. Тура бірдеңені іздеп жүргендей. Ақыры қыз жоғалып кетеді. Достары оны іздеп жүрмей, бір жерге өзі кетіп қалған шығар деп барлығы үйлеріне тарап кетеді. Ақыры Кеннакидің мамасы отельге полициямен бірге барып қызын іздей бастайды. Сөйтсе қызы отельдің үлкен морозильнигінде мұз боп қатып өліп жатыр екен. Бұл оқиғаның бір сұмдығы, именно сол морозильникке кәдімгі адамдар кіре алмайды. Тек отельдің жұмысшыларына ғана кіруге рұқсат етілген. Демек, жұмысшылар Кеннакиге бірдеңе жасады деген сөз. Тіпті оның органдарын сатқан болуы да мүмкін деген өсек бар. Бірақ ақыры Кеннакидің қалай морозильникке тап болғанын ешкім анықтай алмады. Камерадан да именно сол морозильникке қалай кіргені өшіп кеткен. Ешқандай қылмыскерлер де ұсталмады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл әшейін сәтсіз сәйкестік пе? Әлде шынымен де қызды біреу өлтірді ме? Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ақыл.